Elhamdülillahi Rabbil alemin, salatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Қазіргі кезде көпшілігіміз қорқорды, кальянды зиянсыз ермек деп санаймыз. Қорқор түтіннің улылығына келетін болсақ, темекі түтінінен бірнеше жоғары. Оның құрамында қарамай мөлшері 36 есе, көміртек монототығы 30 есе, улы иісті газ 8 есе, никотин 7 есе жоғары. Қорқор тартатын адам темекі тартатын адамға қарағанда 14 есе көп түтінді иіскеп, бойына сіңіреді. Әрі осы кезде улы иісті газдың мөлшері өкпесіне сіңіріледі. Қорқор тартылған бөлменің ішінде болу 100-ден 200-ге дейін шегілген темекінің зиянына пара-пар. Қорқор бұл улардың, канцерогендер мен бактериялардың сәнді қоспасы. Бұл мұсылман баласының, адам баласының денсаулығына өте зиянды нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді: адамдардың көбі қадіріне жете бермейтін екі нығмет бар. Оның бірі денсаулық, екіншісі бос уақыт деген. Сондықтан да денсаулық бұл Алланың адам баласына берген ең үлкен нығметі. Оны бағалап, оның қадіріне жету әрбір мұсылманның міндеті. Әрбір харам болған нәрсе біздің өзімізге де, дінімізге де зиянды. Ал әрбір халал болған нәрсе бұл өзімізге де және дінімізге де пайдалы. Мұсылман адам көңіл көтеру мақсатында денсаулық үшін деп арақ ішсе, ермек үшін деп шылым тартса, қызық үшін деп уақытша мастық үшін деп есірткі, кальян сияқты зиянды нәрселерді қолданса, бұл екі дүниесіне де зиян нәрсе. Сондықтан да қадірменді жамағат, мұсылман адам бисмилламен бастай алмайтын, әлхамдулилламен аяқтай алмайтын зиянды нәрселерден бойын аулақ ұстағаны абзал екен.